Бүгін бізде 2 маусым 2024 жыл. Біз мына Алматы облысы Жамбыл ауданы Ақтерек ауылындамыз. Мынаны қараңыз, қаншама ешек десек те, есек десек те, мынау не үшін бағып жатыр, қалай вообще сөзім жоқшы, мынаны көріп мен талып жатырмын. Мына жерде 2,5 мың есек бар екен, мына жерде мына қараңыз. Оның арасында өліп жатқаны да бар. Мына біздің сельхоз управление қайқа қарап жатыр екен, әкімшілік қайқа қарап жатыр екен. Мына қараңыздар. Если тегіз нетпесем, мынақтағы кісілер 2,5 мың есек бар дейді. Халық деген чулап жалаба жасап жатыр. Осындай огородымызға кіріп жатыр, чөпімізді жеп жатыр деп, содан бері мынаны қамап ұстайтын болды. Бірақ бір сұрақ, не үшін күнкөріс деген уже қиын болды ғой деймін, я. Уже балалар үшін қорқасың мына жердеші. Қалай бұл? Базардан да бірінке алуға қорқатын болдық қой. Мынау не сұмдық, мынаны ешкім тексермей ма, қадағаламай ма мынаны? Мынау деген сұмдық болды. Мына қараңыз. Мынау өл қаған, мына. Мына ешек өлген, мына. Көрдіңіз ба, мына. Сасық иіс деген, мына деген әлем болып жатыр, мына. 2,5 мың есек бар мына жерде. Мына Ақтерек ауылы. Не үшін ұстайды, не себеппен ұстайды бұл есектерді, мен түсінбеймін. Қалай бұл? Осы жақын арада қай жерде, Шымкентте де осындай не болып еді, халық шулап еді. Мына жерде сұмдық қой, одан ары сұмдық қой. Мына жерде мынаны қараңыздар. Өліп жатқан есектер, мына жерде кәдімгідей, мына ақыр заман болып жатыр ма, не болып кетті? О заманда бұл заман есектерді осындай количествомен не үшін ұстайды, осындай сандар деген көп қой, мынау деген сұмдық болды. Магазиннен етті, фаршты алуға қорқатын болдық қой. Не сұмдық мынау? Мынаны қараңыз. Осыған біреу. Мына қараңыз. Мына. Көрдіңіз ба? Ар жақта да мына өліп жатқан есек. Мына қараңыз. Мынау деген сұмдық қой. Мына қараңыз. Мына қараңыз. Мына қараңыз, қаншама есек, мына қараңыз. Мына. Көрдіңіз ба? Мына. Ар жақ, мына. Осындай загон бар екен, мына қараңыз. Тоже толған ешектер, мына. Есектер дейміз ба, ешектер дейміз ба, мына қараңыз. Мына, толған есек, мына. 2,5 сан бар есек дейді мына жерде, мына. Мынау деген сұмдық қой, мынау деген масқара деген. Алматы облысы Жамбыл ауданы Ақтерек ауылы, мына қараңыз. Арасында бәрі өліп жатыр. Мынау деген инфекция емес па, мынау деген. И вообще не үшін ұстайды бұнышы? Біреу түсіндіретін адам бар ма? Осындай количество есектерді мен масқара. Не үшін ұстайды ол, не себеп? Кім түсіндіреді? Әкімшілік қайда қарап жатыр мынаны? Сельхоз управление қайда қарап жатыр? Мына сұмдық қой, есектің етін жейтін болдық па? Сонда не болды мынау? Не үшін ұстайды, не себеп? Таза ақыр заман басталды-ау. Сұмдық. Өзім үшін, жаңағы өздеріміз үшін қорқпаймыз ғой. Мына балалар үшін қорқамыз ғой, масқара. Мына неге ұстайды мынау? Мына. Сонда әр магазиндерде не үшін, қандай ет алып жегеніміз қорқатын болдық қой, мына қараңыз. Біреу қолға ала ма, алмай ма?